Өткен жылы жат діни ағымның жетегінде кеткен біреулер домбыра харам деп, қазақтың ең құнды музыкалық аспабын іске алғысыз еткісі келген. Енді міне ең сорақысы, мемлекетіміздің басты рәміздерінің бірі көк туымызды қорлаушылар бой көрсетті. Жуырда ғана Атырауда болған оғаш оқиға қоғамда үлкен резонанс туғызып, азаматтардың ашу ызасын келтіріп отыр. Бет аузын тұмшалап, қара жамылған 4 әйел мұз айдында өткен спорттық жарыс кезінде Қазақстанның мемлекеттік туын ұстап түскен сурет әлеуметтік желілерге кеңінен тарап кетті. Олардың қолындағы мемлекеттік тудың бетіне араб жазуы мен араби қылыштың сұлба суреті салынған. Мұнда біздің назарымызды аударған көк тудағы араб қарпіндегі жазудың өте сапалы түрде арнайы баспа құралымен таңбалануы. Демек, бұл жай ғана тұрмыстық бұзақылық, әдепсіз шектен шығушылық қана емес. Бұл біздің қоғамымызға, мемлекеттігімізге, ұлттық дәстүрімізбен бірегейлігімізге жасалған ашық және нақақ қарсылық. Ту әрбір қазақстандық үшін қасиетті құндылық. Бұл мемлекеттің тәуелсіздігі мен тұтастығының қастерлі символ белгісі. Оны бөтен белгілермен, әлде бір жат мазмұндағы жазулармен білдіру заңға өрескел, қайшы және қылмыстық жауапкершілігі тартуды талап ететін әрекет. Мемлекеттік туды қорлау бүкіл халықты, тұтас мемлекетті қорлау. Сондықтан мұндай заң бұзушылық қатаң әрі мүлтіксіз жазалануы тиіс.